сен қанша оңбаған болсаң да жақсы адамдардың арасында жүр. Жоғат. Мысалы сен кілең 10-15 мұсылманның ішінде жаман нәрсе істемейсің. Анық нәрсе. Жаман боғауыз сөз, аздау сөйлейсің. Сөйлеп қалатын шығарсың, бірақ енді аздау. Басқалар деді, көке қойсай дейді ғой. Туалеттен келдің ба, не болып кетті деп. Біздің ауылдың шалдар айтатын, айналайын адамды өзі екі тесік болады, орнын ауыстырып алмау керек деп. Кейбіреулер орындарын ауыстырып алады деп. Біреулер былай, біреу былай сөйлеп жетеді. Біреуінен жақсы нәрсе шығу керек, біреуінен жаман нәрсе шығу керек. Сол үшін қазақ әдемі ғой, қазақ ше. Қазақ боғауыз, боқтампаз, боқтап жатыр. Жаман сөздің бәрі неге тең екен? Боқ, нәжіс. Тек қазақтарда ғана бар бұл әңгіме. Боғауыз, боқтампаз, боқтап жатыр, бәрі боққа, нәжіске тең бәрі. Күлесі ғой, шын ғой. Боқтың несі жоқ, жақсы жоқ, мынау жақсы боқ, мынау жаман боқ деп ажыратады. Талдап жататын нәрсе жоқ.